Al бүгінгі сабағымыз математика, иә? Бүгінгі күнді жазамыз, дәптерді ашып, қарашаның 24-і сынып жұмысы. Тақырыбымыз аты қалай? Құрама есеп. Балалар, біз қай сандарға келдік? 100, 200, 300. Осында әдемі дәптерге жазып алдық. Дәптерге жазамыз, көркем етіп, яғни әдемі қылып. Жас болғандарымыз қолымызды қойып отырамыз. Жас болғандарымыз қолымызды қоямыз. Ал балалар, біз құрама есептерді шығарып үйреніп жатырмыз, иә? Құрама есеп дегеніміз не? Один айта қойшы. Жай есепті құрама есепке айналдыру. Өте жақсы, жай есепті құрама есепке айналдырамыз. Келесі, сол құрама есеп жамалмен шығады. 2. Ай көркем, сен айта қой. 2 немесе одан да көп амалмен шығады. Шығарамыз, өте жақсы. Осы құрама есепте қанша сұрақ болады? 2. Айта қой. 2 сұрақтан көп болады, е? Өте жақсы. Сол енді біз бүгінгі тақырыпты ашамыз, кітабымыздың 92-ші бетін аштық. Яғни құрама есептерді шығару деді. Балалар, сендерге құрама есепті шығаруға міне бірінші есеп, екінші есеп, үшінші есепті беріп қойыпты. Мен 3 топқа, яғни бір есептен беремін. Бірінші есепті Бурабай мен жаңағы Жасыбай деген көлді сендер шығарасыңдар. Екінші топ кәне оқимыз, тез дайындаламыз. Екінші Оқжетпес пен Алтынай Шипажайыр бірінші топ шығарады. Ал үшінші топ сендер Балқаш көлі мен Алғакөл дегенді шығарасыңдар. Кәне оқимыз тез. Так, бірінші топ. Кәдімгі оқып шықшы. Кәне, даусын шығарып. Оқжетпес Шипажайында 50 адам Алтынай Шипажайында 40 адам демалып жатты. Оларда 30 үйіріне кетті. Шипажайында неше адам қалды? Неше адам қалды? Осы құрама есепті ақ параққа шартын құрып, шешуін жазып, жауабын жазыңдар. Ал тез топтың жұмысы бол. Бақ, мына жерде кім оқыды? Ясин оқи ғой. Мәтін оқып шық. Бурабай 12 бала, ал Жасыбайға 13 бала баруды жоспарлады. Олармен 2 ересек адам бірге барады. Барлығы неше адам демалуды жоспарлады. Ал міне сендерді Бурабай мен Жасыбай көлі туралы. Осы жерге шартын құрасыңдар, шешуін, жауабын жазасыңдар. Кәне бәрін топ болып бірге құрыңдар. Бірінші не туралы айтылған жазамыз, е? Ал үшінші топ оқимыз есебімізді. Оқи ғой, даусын шығарып бол. Қарап отырыңдар. Жаза беріңіз, шарты бәрін бірге құрыңыз, өте жақсы. Яғни Балқаш көлі мен Алғакөл және теңіз көлі туралы алып шартын құрамыз. Бастаңдар, топ болып шартын құрыңдар, шешуін жазыңдар, жауабын ал. Мына. Бастаңдар, бірінші не туралы айтылған? Есепте. Бурабай, Балқаш көлі, тереңдігі қанша дейді? Бірге, бәрін бірге айтып отырыңдар. Сұрақ белгісінде қоямыз. Және жаңа айттық қой, құрама есепте неше сұрақтан болады? 2 не, одан да көп. Сұрақ белгісін қоямыз. Әпті сұрақ белгісі, ол жерде емес. Оқсаңдар, Оқжетпес 50 адам. Адам. Ары қарай?
Ол жетпес ақарай. Алтынай. Шипажайда неше адам? Қырық адам. Демалды. Енді? Не сұрайды? Оларды кетті. Сұрақ қойсын. Сұрақ топ пен топ, я бәрін көмектесіңдер бірге. Я? Дұрыс. Шешуін шығарыңдар ал. Тез. Кім болды? Қай топ болды? Жетті, неше адам? Отыз адам. Болды ма? Болды. Үшінші топ болдыңдар ма? Ал. Қайсы? Отырау. Болды жапалын тез шығарыңдар. Неше болады? Ал 26-ға 28 қосыңдар тез неше болады? Ол? Әйке жазып қой, төбесіне. Төбесіне жазып қойыңдар есептерін шығарып. 54-54-тен аласың қаншаны? 46-ны. Я, алыңдар ал. 4 қалады. Ал болды, бірінші топты көреміз. Бірінші топты. Я, есенде ма сенде? Ол 75 адам, 50 адам барықты. Я, айтамыз. Я, Арсен айтшы. Мадия болмаса. Алтынайға неше адам барды? Я, есепті айтшы өтес. 50. Yani cevabında aldız adam istedi şipaja kaldı ya. Ondan aldı. Öte жақсы birinchi top есептері дұрыс, yani барлығы 2 балдан алды. Міне. Қане шапалақтаймыз. Ал. Birinchi top айта берді. Бурабай не? Кім айтады? Қайсың? Я айта қойды. Бурабайды Жасыбайға неше? Бурабайға неше бала барды? 12. Я? Ақыр айтамыз. Жасыбайға? Жасыбайға 13 бала барды, я? 2 адам барды. Сендерден қандай сұрақ сұрасты? Барлығы неше адам? 2. Я? Шан айтыңдар. 12 13 қосамыз. 12 есептерім дұрыс шыққан. Бірінші топқа шапалақ ұрыңдар, бірінші топта жақсы есепті шығарды. Міне сендерді балдарым жұмыс шалған. Ал үшінші топ болыңдар ма? Ал айтамыз үшінші топ. Yani Балқаш көлінің тереңдігі неше екен? 26. Алакөлдікі 28. Теңіз көлдікі Алакөлге қарағанда 46 метрге кем дейді. Өте жақсы. Ал 26-ға 28-ді қосты неше? 50-ді, одан 46-ны алдыңдар? 8. Бұл 8 біз нені таптық? Теңіз? Теңіз көлінің тереңдігі таптық. Өте жақсы. Үшінші топта есептері дұрыс. Шапалақ ұрамыз. Оларға да, яғни барлығына 2 балдан. Өте жақсы. Ал балаларға қарай кітапты ашамыз. Келесі кітабымызды ашамыз. Келесі 5-ші есепке қараймыз. 5-ші есепте не істеу?
шығарында да әр топтан бір оқушы шығып, қойып шығады. Ал жарайды, Майдар, кеш тақтаға. Қай жағында 41 жаза ғой. Жағында 41. Дұрыс, не жаққа жазып қой 41 деп. Енді ар жағын шығарып. Тыныш, айтпаймыз. Өзі шығарсын. Алтыдан 7 алынбайды. Иә, 16-дан 7-ні аласың. 6-дан 7 алсаң. Айтып жібереміз, тоқтағылар қанша болады? 6. Bir. Ей! 16-дан 7-ні аламыз. 9. Дұрыс, кім айтты? Ильяс, молодец. 9 болады, 9 де. Одан кейін 5 орында неше қалды? 4-тен бірді аласың. Қандай таңба қойылады? 39 бірге қарай. Яғни бірінші тұрға 39 саны қандай? Ау, келесі ал. Отыр ғой. Молодец. Мына жерде міне Мадиярға жақсы. Және Ильяс. Жаңа не деді? Есептің жауабын айтты, иә? Ал, ары қарай екіншісін. Бол. Ал, кел ау, Адина. Үшінші топтан тез. Шығарамыз. Әр кім жауап дұрыс жауап берсе, яғни өзіне тағы бал жинайды. 80-нен 46-ны аламыз. 0-дан 6 алынбайды. Ondan altı, ya? Onun 48 var. 48. Ondan altına basın. 4. Adina'nı çıkardım o menen taqtağa. 4. 8'in ornunda 7 kaldı, ya? 7'den 4 alasın. 3 apay. Tanış. 3 жазalım. Ar жағына алдына жазасın. Al, енді 78'den 38 alamız. 2'den 3 alınmaydı. 8 alınmaydı. 12'den 8 alamız. Yani ayağın kişkene oylamışlar. 12'den 8 alamız. Şu top kolektesinde. 3. A, 12'den 8. 6. 12'den 4. 7'nin ornunda neşe kaldı? 6. 6'dan 3 alasın. 3. Sonunda ne oldu? 2 var. 34. Sen degen tamamını koyalım. Apay ben çıkarayım. Ben yerine birinci Apay ben çıkarayım. Ya ikinci gelin. Apay ben çıkarayım. Bakma. Ay kim edi? Adina. Balın bala koş. Çıkarıyor bu. Tez. 16'a 35'te koş. Birinci öpsünlükleri basın. Ağzına 5'te koşarsın. Мадияр деген бүгін жақсы сабаққа қатысып жатыр. Мадиярға да 1 балды береміз. Апай. Апай Мен саған берейінші. Апай Дұрыс, Ильяс деген математикаға жақсы. Я ол, алға 7-ні қосасың. Апай 17. Апай 13. Al, ar жағында 50 var, bir жағында 50. Айкөркем айтып отқанын білем. Әр өздері үшін жан ашып отыр. Мен Айкөркем деп алды. Дұрыс. Ал, салыстыруды жазып. Тез дәптерімізге жазып аламыз. Қане, номері 3 дейміз, да? Салыстыруды жазып алды. Жаздық. Ya, taqtalayım.
Can tengdігін жазбайсыңдар, иә? Білесіңдер ғой? Тек салыстыру. Басы бол. Тақтада қалай тұр, солай жазамыз, салыстыру. Сам жасыш. Ал болғанымыз қаламызды қоямыз. Артық сөз. Ал жазып болғанымыз қолымызды қойдық. Мен содан білем, кім болды, кім болмады. Келесі енді алтыншы есепке қараймыз, иә. Не деп тұр? Қандай есеп? Шеш. Қанша теңдеу тұр? Үш теңдеу. Яғни әр топтан бір оқушы шығып теңдеу шығарады. Қалғанымыз алдымызда не жатыр? Теңдеуге арналған карточкалар жатыр. Сол теңдеуге, сол карточкаға қалғанымыз есепті шығара береміз. Ал бірінші топтан кім шығады? Айгөркен келе ғой. Мына салыстыруды мен мына жаққа қояйын, иә? Балалар. Келе ғой, Айгөркен бірінші теңдеуге шыға бер. Екінші топтан Айсезім келе ғой. Үшінші топтан Айдай шыға ғой. Ал қалғанымыз енді алдымызда тұрған карточкаға шығарып, маған көрсете бердім. Кім дұрыс шығарады, соған жәнеден бір жаңағындай жұлдызша. Ол жұлдызшаны алған сайын сенден ал көбейіп жатыр. Не істеп кет? Не деп қойдың? Я, ананы жазып қойдым, яғни қойдым. Да, сөз артық. Я шығара бердім. Кім шығарып маған көрсетеді, ол да балалы. Я шығарып берген. Өте жақсы, молодец. Так, мынандай карточка жетті ма барлықтарына? Я. Теңдеуді бір Мына бірінші теңдеу шығарып, маған көрсете беріңдер. Қолды көтереміз, кім жазып болды, кім шығарып болды, мен тексерем. Енді не істейсің әйел? Азайтасың ба, қосасың ба? Мынаған X, мынау енді не тұр? Асы ма? Енді алда неше болады? Кәдімді не деп тұр? Қосу деп тұр. Да, уже слышь, кішкене. Апай, анасы сөмкімді жазбай қалды. Жазбай қалды, келесің. Мына қараны пайдалана керек. Қызылды пайдалана керек. Сол үшін айтып қой, кішкене артық фломастер алу керек. Жазылмай жатыр ма? Ол 3-тен 7 алып, 13-тен 7 алып.
Kitabında Cumhur, kitabında Kural. Так, 61'den 38 alamız. 11'den 8 Так, nerede? Üçüncü toptakın teksirlik. 61'den azaytı 38 deydi. Haydi qara jönde birinci top, ikinci top. 11'den 8 alamız neşe? 11'den 8 alamız. 11'den 8 alamız boş. Aytamiz 3 var. 3 bo'ladi. Durust. Altının ornida 5 qaldi. 5'ten 3 alamız. 2, 20, 3. Yani Begdayır. Begdayır есепте тұр шығады. Begdayır мен алам. Өте жақсы. Аралай. Кім болды? Тағы да кім болды? Тағында тұр ғой енді. Әкеден бір шығарды. Қайсы? Al bu yerden sen de kaçası 3 topsun. Yakınç toptu tekser jüverek. 3. top, yakınç top tekseremiz. 15'ten 9 alayakşa. 15'ten 9 alamız. Zilya silahta. Begdayır kaça olur? 6. 15'ten 9 alsan 6. 7'nin orunda 6 kaldı. 6'dan 3 alamız. Yok. 7'nin orunda kaça kaldı? 7'den 1 kaçı? 7 ya 3 boladı ki. 36, sonunda 75'te azaytamiz 36. Yani Aykörkem bir qayta jüverdi. Aykörkemge ikinci bol. Al endi birinchi top tekseramiz. Qani, durust pa? 63'ten 27 alamiz. 13'ten 7 alayakşa. 6 orta 5, 5'ten 7 alamız. Yani 30 6 dürüst шығады. Yani Aykörkem yani есепті дұрыс шығады. Өте жақсы. Ал дәптерімізге көшіп болды. Көрдім аға. Өте жақсы. Ал болса, теңдеуді дәптерімізге көшіреміз. Болыңдар. Ешімшесі? Магара алды. Дәптерімізге көшірділер. Al. Dapterga. Aha. Молодец. İkinci topta. Aha. Ya dapterga koşuramaz. Öte жақсы dapterga koşur demek. Tengevlerini dapterga koşurunca aha. Dapterga açıp tengevge koşur. Түсінікті ма соңғы күнгі сабақ? Al koşurup olduk ba? Балалар, бәріңіз маған қараңызшы. Бүгінгі сабақ түсінікті болма. Сонымен құрама есептеп шығару неше амалмен шығады екен? 2, не одан да 1 амалмен шығады. Ал бүгінгі сабақ ұнаса келіңдерді жұлдызшаны жабыстырамыз. 1-2, бірінші топ, 3-ші топтан 1-2 ғана келеді.